Балалар, өздерің түсінгендей, жаңа видеодан біз comparative және superlative adjectiveті қарастырдық. Яғни балалар, біз бүгін осы тақырыпты қайталаймыз де, осыған байланысты жаттығулар орындаймыз. Ең алдымен adjective сөзіне қарайық. Adjectives. Бұл бізде балалар сын есім. Бізде сын есімнің екі түрі болады. Comparative adjectives және superlative adjectives. Comparative adjective бұл бізде балалар салыстырмалы сын есім, ал superlative adjective бұл бізде күшейтпелі сын есім. Енді балалар, осы салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдерді біз түрлендіргенде, сын есімнің бірнеше категорияға бөлуге болады екен. Бірінші сын есімдер, олар бізде short adjectives, қысқа сын есімдер, мысалға small, high, big, easy. Қысқа дегеніміз, яғни бірнеше ғана әріптерден тұратын сын есімдер. Егер де оларды біз comparative adjective айналдыратын болсақ, әр жұрнағын жалғаймыз. Small, smaller, high, higher, big, bigger, easy, easier. Яғни кішкентай, кішірек, big, bigірек, үлкен, үлкенірек, жеңіл, жеңілірек. Ал егер де біз superlative adjective қып сын есімді түрлендіретін болсақ, онда жаңағы сын есімге s жұрнағын жалғаймыз, және де әр сөздің алдында the артиклі тұрады. The smallest, ең кішкентайы, the highest, ең биігі, the biggest, ең үлкен, the easiest, ең жеңіл. Енді бізде тағы да екінші түрі бар екен adjectivestардың, ол ұзын сын есімдер, яғни бірнеше әріптерден тұрады. Көбірек, яғни ұзынырақ бұл сын есімнің жазылуы. Ал оларға біз көріп отырғандарындай балалар ешқандай жұрнақ жалғамаймыз. Күшейтпеліде де, салыстырмалыда да. Бірақ оның алдына сөз қоямыз. Comparative болған кезде more сөзі, more expensive. Expensive қымбат, more expensive қымбаттырақ. Dangerous қауіпті, more dangerous қауіптірек. Ал күшейтпелі болған кезде superlative біз the most сөзін қоямыз екен. Әрбір осындай ұзын сын есімнің алдына. Яғни the most expensive ең қымбат, the most dangerous ең қауіпті. Және сонымен қатар irregular adjectives болады екен, ережеге бағынбайды. Осы мына екі ережеге бағынбайды. Біз тек оларды жатқа білуіміз керек, басқа бізде әдіс жоқ. Good сөзінің күшейтпелі түрі the best, салыстырмалы түрі bad. Bad, яғни жаман сөзінің салыстырмалы comparative түрі worse, ал күшейтпелісі the worst. Far, алыс, further, алысырақ, the furthest, ең алыс. Мінекей балалар, осы ережелерді еске түсірдік, енді жаттығуларды орындаймыз. Және тағы да бір айта кететін жағдай балалар, comparative adjectiveті біз жасаған кезде than сөзі міндетті түрде қажет. Мысалға, my house is higher than your house. Менің үйім сенің үйіне қарағанда биігірек.